Сәлем көрермен. Айда бүгін сториске шығып бастаған болатын. Бәрін басынан айтып берем деді. Қандай шындығы ашылады тағы да. Doğru, barыңыздарға салам. Мен кеше айттым элем, бардығын сіздерге төкпей жачпай түшүндүрөм депчи. Себеби башынан айтып кетсем, мен ушул бардык видеолорду түндө аябай ачууланып турган кезимде эмоция үстүндө, ачуу үстүндө салып салган болчумун. Эртең менен турсам бардык пабликтерге бир жака тарап кеткен, жана башаламан болуп тарап кеткен. Дегеним, кайсы окуялар үйлөнгөнгө чейин болгон, кайсы окуялар үйлөнгөндөн кийин болгон, эмне болуп башталган, эмне болуп аякталган деген сыяктуу ошонун бардыгы башаламан болуп, элдер вообще мындай туура эмес түшүнүп калгандар дагы бар экен да, ошонун бардыгын. Және де Айда бүгін емханаға барып, қолындағы тіккен жіптерін алуға келді. Ұрыс керісті бүкіл елге көрсеткені дұрыс болды ма? Ешкімді араластырмай өздері ата-аналармен шешетін жағдай еді ғой. Нұрдәулетте сторисқа шығып, енді менің даттыңдар деп видео жариялады. Екеуі бірігіп хайп үшін жасаған ба? Айда күліп ештеңе болмағандай шықты стреске. Айтқанын бәрін эмоция лақтырып, неге олай? Қайта қосылып қалды ма осы күнге дейін? Қалай ойлайсыздар?